Сәлем, егер сенің үйіңде қызылша болса, осы салатты міндетті түрде жасап көр. Олай болса кеттік. Жасалуы өте оңай. Соңғы кезде өзім көп жасап жүрмін. Себебі бұл салат өте пайдалы әрі дәмді. Бізге суға піскен қызылша және 2 алма, егер алмаңыз кішкентай болса, 3 алсаңыз болады. Салат құрамын одан әрі құнарландырып тұрған бізде грек жаңғағы мен мейіз. Мен 10% қаймақталатын боламын, егер сіздер 20% болса, сонда алсаңыздар болады. Одан кейін оливковое масло, алма мен қызылшаны бірдей етіп теркадан өткізіп алатын боламын. Негізді кубиктап турасаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңызға қарай. Екеуін дәл осы жерге бөлек ыдысқа салып аламыз да, зәйтүн майымен араластыратын боламыз, араластырмай тұрып бірге. Неге? Өйткені алма қызылшаның түсін өзіне сіңдіріп алмас үшін, ал қызылшаға біз қызылша өзінің өңін өзінде ұстап тұру үшін араластыратын боламыз. Менде зәйтүн майы, егер зәйтүн майы жоқ болса, семішке майы дейді ғой, сондай майда кішкене араластырсаңыздар болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін біз мейізімізді салатын боламыз. Менде мейіз бүтіндей салған ұнамайды, барлығын турап шығам. Егер турауға уақыт болмай жатса, немесе сізге бүтіндей ұнаса, онда дәл осылай сала беріңіз, ал мен турап тастайын, кеттік. Барлығын турап болғаннан кейін салатын боламыз. Байқап тұрғандарыңыздай құрамына салынған барлық зат өте пайдалы. Қызылшаның өзінің пайдасы қаншалықты екенін білсеңіздер, мына салатты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ендігі кезекте алмамыз бен қызылшамызды 1-2 минуттан кейін бір-біріне қосып, мейізімізді саламыз үстінен. Одан кейін мен майонез салғым келген жоқ. Оның орнына қаймақ салдым. Өйткені майонездің пайдасынан зияны көбірек екенін білесіздер. Сондықтан соңғы кезде майонезден кәдімгідей шектеу қойып жүріп өзімізге. Так, барлығын араластырып болдық. Салатымыз дайын. Енді бұның подачасына, яғни дастарханға ұсынарда осылай тарелкаға салғаннан кейін майдалап грек жаңғағын блендермен немесе мен сияқты жасасаңыздар болады. Бетіне сеуіп дастарханға қоямыз. Өте әдемі көрінеді. Аппетитті ашады. Мен өзім орехты қатты жақсы көремін, сондықтан көбірек салам. Егер сіздерге ұнамаса, кішкене салсаңыздар болады. Міне енді салаттың реңі кірді. Келген қонақтарыңызға ұялмай сына бересіз. Балаларыңыз болса, балаларыңызға жасап қойып холодильникке салып қойсаңыз да шетінен алып жей береді. Өте пайдалы. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Олай болса, осы видеоның астына комментарий жазып, лайк басып кетіңіз. Көріскенше күн жақсы.